Қайырлы таң, ояндыңдар ма? Тасташындағыны! Мен дайындалып жүрмін. Оның үстіне көңілдеріңді көтерсем деймін. Сонымен, бүгін мектептегі алғашқы күн. Өте жауапты күн. Мен таңға дейін отырып жаңа жоспар құрдым. Тыңдаңдар, қорқыныш. Сен Райлиге жаңа мектептегі төнуі мүмкін қауіп-қатердің тізімін жазасың. Дайынмын. Тек метеорит қалай жазылушы еді? Жиіркеніш, Райли ерекше қыз болып көріну керек, бірақ тым таңдайсып кетпесін. Мен тұрғанда Райлиге ешкім мін таға алмайды. Тіпті құрбыларының іші киетін болады. Қуаныш, я тыңдап тұрмын. Сен Райлидің күні бойы көңілді жүру үшін барыңды саласың. Айтпақшы, көйлегің әдемі екен. Ой, не дегенің ескі көйлек қой бұл, рахмет. Менің ойларым ергезінде келді. Ашу, күндізгі армандарды әкелді, түсіріп алшы. Сабақта қажет болып қалуы мүмкін. Әбден мүмкін. Жаңа мектептегі мұғалімдер мылжың болса, армандап отырғаннан басқа не істеуге болады? О, мұң! Саған тапсыратын аса маңызды бір шаруа бар. Рас па? Соңымнан. Бұл не? Мінекей, тамаша. Мынау мұң шеңбері. Сен мұңның осы шеңберден шықпауын қадағалайсың. Жақсы ма? Сонда осы жерде тұрсын дейсің бе мені? О, сен өз жұмысыңды жақсы білесің ғой. Мұң осы шеңбердің ішінен шықпайтын болсын. Жарай ма, мұң? Сен ол жағын қатырасың ғой. Солай емес пе? Жоқ. Жарайсың. Жарайды, достар, сәттілік тілеймін. Бүгін жаңа күнді бастаймыз. Бұл күн жақсы аптаға, жақсы апта жақсы жылға, жақсы жылдар жақсы өмірге айналсын. Сонымен, сәттілік. Жаңа мектеп, жаңа достар. Білем, бір түрлі болып тұрым, қуанғаннан болар. Түрім қалай, жедем жарасып тұр ма? Өте әдемісің. Өзің барасың ба, әлде бірге барайық па? Сонда бізді мектепке жетектеп апармақшы ма? Ұят қой. Оның мен келсем. Жоқ, өзім барам. Сау болыңыз, апа. Сау болыңыз, әке. Мектептегі күнің жақсы өтсін, тентек. Жолың болсын күнім. Сындық қайрасың. Күлкіде жарыла жаздадық. Баскетболдан қай команда ойнайтын білесің бе? Осы бармай-ақ қойсақ қайтет. Мақұлы, жарайды. Кеттік. Кеше қызықты күн болды. Сен неге келмедің? Менің жеке шаруаларым болды. Оң жақта тұрған қыздар осы мектептің беткестарлары сияқты. Беткестар? Қарашы, құлағын екі жерден тесіп алыпты. Көзінде бояп алған Иә, ба? солармен дос болуымыз керек. Онда олармен сөйлесейік. Әзілдеп тұрсың ба, сөйлескен нес? Одан да оларды байқамаған болайық. Иә, тұра тұр. Міне мынау төнуі мүмкін қауіп-қатерлер тізімі. Атап өтер болсам, өрт шығу, төбенің құлауы немесе мұғалімнің тақтаға шығаруы үлкен қауіптерге жатады. Қалған қауіп бізге түк емес. Сонымен балалар, бізге бүгін жаңа оқушы Бұл келді. снес! Мұғалім бірден бізге көңіл аударды ма? Бұл қалай болғаны? Райли, өзің туралы айта кетсең. Жоқ! Тіліңді жұтып қойғандай кейіптан. Ары тұршы. Жақсы. Менің атым Райли Андерсон. Мен Миннесотадан келдім. Қазір осында тұрам. Миннесота қалай? Ол жақ туралы бізге айтып берші. Иә, ол жақ суық шығар, Өзі қызық мұғалім екен. Иә, ол жақтан қысы суық болады. Өзендер қатады. Сосын біз хоккей ойнаймыз. Мен үздік командада ойнаймын. Тобымыздың аты төбеттер деп аталады. Мэг деген досым шабуылшы, ал әкем жаттықтырушы. Біз отбасымызбен хоккейді жақсы көреміз. Және әр жексенбі сайын өзенге барып ойнаймыз.